Сәлеметсіздер ме, балалар? Қазір бізде қазақ тілі сабағы, сабақтың тақырыбы «Сен не аласың?». Сабақтың мақсаты азық-түлік атауларын атау, өзінің дүкенге баратынын және не алатынын айту. Сегодня на уроке мы с вами должны изучить название продуктов, также вспомнить фразу «Я иду в магазин» и сказать, что мы будем там брать, покупать. Бірінші тапсырма. Мақсатқа жету үшін біз сіздермен жаңа сөздермен танысуға тиіспіз. Ознакомься с новыми словами. Тыңда және қайтала. Слушай и повторяй. Айран. 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 Süt. 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 Май. 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 Қант. 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 Осы сөздерді тағы бір рет қайталап шығайық. Повторим эти слова еще один раз. Айран, süt, май, қант. Балмұздақ. 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 Жұмыртқа. 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 Нан. 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 Кәмпит. 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 Осы сөздерді тағы бір рет қайталап шығайық. Балмұздақ, жұмыртқа, нан, кәмпит. Енді, балалар, біз сіздермен дүкенге келдік. Представим, что мы с вами пришли в магазин. Дүкенші, продавец, спрашивает у нас: «Сен не аласың?» Что ты купишь? Что ты будешь брать? Мен нан аламын. Я возьму хлеб. Мен балмұздақ аламын. Я возьму мороженое. Повторим диалог еще один раз. Тыңда және қайтала. Сен не аласың? Мен нан аламын. Мен балмұздақ аламын. Обратите внимание, что вопрос «что ты возьмешь?» задается «сен не аласың?» «Сен не аласың?» При ответе «что мы будем брать?» мы говорим «мен нан аламын». То есть за место нан мы можем поставить любые другие продукты. Допустим, мороженое «мен балмұздақ аламын». Либо кефир «мен айран аламын». Можем сказать, что мы возьмем конфеты. Мен кәмпит аламын. Екінші тапсырма тыңда және қайтала. Представим, что встречаются два друга, и между ними возникает диалог. Сен қайда барасың? Мен дүкенге барамын. Сен не аласың? Мен нан аламын. Повторим диалог еще один раз. Тағы бір рет қайталайық. Сен қайда барасың? Мен дүкенге барамын. Сен не аласың? Мен нан аламын.
Осы диалогты үйде тағы бір рет қайталап шығыңыздар. Повторите диалог дома. Есте сақта, запомни. Аламын, возьму, алмаймын, не возьму. Аламын, алмаймын. Аламын, алмаймын. Толықтырып айт. Мен аламын, мен алмаймын. Я возьму, я не возьму. Ребята, вы знаете, что если под картинками стоят галочка, то есть мы этот предмет будем брать, где стоит крестик, мы его не будем брать. Допустим, первая картинка сүт және қант. Сүтті біз аламыз, қантты алмаймыз. Сөйлемді тыңдаймыз. Слушаем предложение. Мен сүт аламын. Мен қант алмаймын. Вторая картинка. Екінші суретке қараймыз. Мен қант аламын. Мен май алмаймын. Үшінші және төртінші сөйлемді маған аудио жазып, жазғызып, жеке WhatsApp чатына жібересіз. Третью и четвертую картинку вам необходимо самостоятельно сказать предложение и отправить мне аудиозапись. Ал енді біз сіздермен дәптермен жұмыс жасаймыз. 19-шы бетті ашамыз. Открываем 19-ю страницу. Бірінші тапсырма. Көшіріп жаз. Нан, хлеб, май, масло, қант, сахар. Эти слова аккуратно, красиво, не выходя из линий, пишем. Сохраняем осанку и правильно ложим тетрадку наискосок. Екінші тапсырма. Жаз. Суретке сәйкес сөзді жазыңыз. Напишите слова, соответствующие картинке. Үйге тапсырма. Домашнее задание. Үшінші тапсырманы орындайсыздар. Выполняйте третье задание в тетрадке. Сен не аласың? Что ты будешь брать? Отвечаем на вопрос письменно. Және сөздерді жаттаймыз и учим слова. Назарларыңызға рахмет, сау болыңыздар.